Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге 20 минутта дайындалатын осындай нәзік, дәмді бауды торттың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, қант, жұмсақ сары май, бал, жұмыртқа, ас содасы. Барлығының мөлшерін осы видеоның астына описанияға жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа балды саламыз. Балдың табиғи бал болғандығы жақсы. Сол кезде біздің тортымыз өте дәмді болып шығады. Жай отқа қойып, балды ерітеміз. Қайнатып қажет емес. Өте жай отта, ең бастысы осылай сұйық болғанға шейін еріту қажет. Енді осыған ас содасын саламыз. Бізде бал қазір ыстық болып тұр. Ас содасын қосқан кезде реакция болып, ол кішкене осылай пена тәріздес болып шығады. Мінеке қараңыздар, түрі бірден осылай өзгерді. Жақсылап араластырамыз. Енді оған жұмсақ сары май саламыз. Сары май бөлме температурасында болуы қажет. Оттың асты бізде әлі де жай болып шығып тұр. Жақсылап араластырып, сары май толықтай ерігенін күтеміз. Бізде барлығы дайын, оттан түсіреміз. Әзірше ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант саламыз. Менде осындай қоңыр қант, қарапайым ақ қантты да пайдалана беруге болады. Барлығын миксермен әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Мінеке бізде осындай болып шықты. Енді осыған жаңағы еріген біздің бал, онымен араласқан сары май, сол сұйық массаны аз-аздан құя отыра, осылай миксермен араластырамыз. Одан соң електен өткізіп ұн саламыз. Ұнды бірнешеге 3-ге бөліп салсаңыздар, біздің қамырымыз жақсы араласады және де биік болып көтеріледі. Достар, бізде қамыр дайын, өте оңай және тез дайындалды. Осындай сұйық болып шығу керек. Енді пергамент қағазын аламыз. Осы пергамент қағазына бірнеше ас қасықтан салып, противеннің көлеміндей қылып, жұп-жұқа қылып, осы қамырды жайып шығамыз. Қамырды қасықтың көмегімен, силиконды күрекшенің көмегімен де жаюға болады. Осы видеода көрсетілгенде жаямыз. Қамырды жұқа жайыңыздар, өткені ол піскен кезде тағы да 2 есе көтеріледі. Енді осыны противенге салып, 180 градуста толықтай 6-7 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде қарап отырыңыздар, әркімде пеш әртүрлі пісіреді. Сол себептен де қызарғанша пісіріңіздер. Мінеке піскен кезде осындай болып шығады. Барлық коржды осылай пісіріп шығамыз. Ал енді крем дайындаймыз. Ол үшін салқын клегей, қант ұнтағы және де сүзбелі ірімшік қажет. Салқын клегейді алып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, жақсылап араластырамыз. Әр минут сайын жылдамдықты көтеріп отырыңыздар. Кішкене қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламыз. Тағы да 5-6 минуттай араластырамыз. Кішкене қоюлана бастаған кезде сүзбелі ірімшікті саламыз. Яғни творожный сыр. Мен творожный сырды салмас бұрын оны бөлек ыдыста осылай миксерлеп алам. Өйткені түйіршіктер болмауы керек. Одан соң барып мен осы клегейге саламын. Барлығын толықтай крем болғанға шейін, қоюланғанға шейін біз араластырамыз. Мінеке бізде крем осындай болып шығуы керек. Ал енді тортымызды жинаймыз. Бізде 2 корж шықты. Екеуі де противеннің көлемімен бірдей осындай болып шықты. Корждың жан жағын түзеулеп кесеміз. Бізде торт әдемі, сәнді болып шығу үшін осылай түзеулеу міндетті. Кейін бұл кесілген бөліктерді үгітіп, біз торттың бетін әсемдейтін боламыз. Мінеке бізде осындай 2 корж дайын.
Енді осының ортасынан бір бөлеміз. Бізде сол кезде тортымыз 4 қабатты болып шығады. Осындай торт шығады. Араларына кремімізді жағып шығамыз. Әр коржыға 2,5 ас қасықтай крем кетеді. Жаңағы қалған кесілген бөліктерді алып, мен блендермен ұсақтап алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, бұл жаңағы корждарды пешке салып, бір 5 минуттай 180 градуста қыздырып, кейін оқтаумен үгітсеңіздер болады. Ол печенье сияқты болып шығады, духовкаға салсаңыздар. Ал егер блендер болса, онда осындай блендермен езіп алыңыздар. Өйткені ол өте оңай, жеңіл әрі тез. Сол кезде әдемі қылып осылай ұнтақтауға болады. Біздің тортымыз дайын. Достар, бірден жей берсеңіздер болады. Торт өте нәзік болып шығады. Қараңыздаршы, мына видеода кесіліп жатырғандығын көріп жатырсыздар. Өте әдемі, керемет болып шықты. Сіздермен болған Гүлжанат. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер видео ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да қандай рецепттерді қалайсыздар, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер.